Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің пәніміз қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі. Дәрісіміздің тақырыбы дамыта оқыту технологиясы. Дәріс жоспары: бірінші, дамыта оқыту технологиясын қолдануда оқушыға тиянақты білім берудің ерекшелігі. Екінші сұрағымыз: дамыта оқыту технологиясын сабақта қолдану арқылы оқушыны шығармашылыққа баулу. Дамыта оқыту технологиясы оқушының алған білімін өзіндік ойлаумен ұштастыратын бірден бір әдіс. Бұл технологияларды қолдану көркем шығармалардың мәтіні арқылы сөздің мағыналық қисындық құрылымына назар аударуды қажет етеді. Әдеби мәтіндердің көркемдік тілдік ерекшеліктерін ажыратуға негіз болады. Көркем туындының мазмұнын түсініп, оны талдау барысында проблемалық сұрақтарға жауап беруді қамтамасыз етеді. Дамыту технологиясы әдебиетті оқытуда оқушыны жан-жақты ізденуге, өзіндік ой тұжырымдарын жасай алуға, сонымен қатар тұтас көркемдік талдау жасауға үйретеді. Дамыта оқыту дәстүрлі оқытуға соңғы уақыттарға дейін балама жүйе деп қарастырылды. Оның нәтижесінде әр оқушы өзін-өзі өзгертуші субъект дәрежесіне көтерілуі көзделіп, соған оқыту барысында лайықты жағдайлар жасау үлкен нәтиже берді. Дәстүрлі оқыту әдістемесі негізінде метафизикалық сандық мазмұндық әдіснама, ал дамыта оқыту технологиясының негізінде диалектикалық интенсивті, сапалық, мәнділік әдіснамасы жатыр деп айтуға болады. Дәстүрлі оқыту балада білім, білік, дағды алуға қажетті ақыл, сана бар деп есептеп, сол ақылға дайын білімді қою керек деген көзқарасқа, ал дамыта оқыту бала бойындағы табиғи қабілеттерді ойлауды, жаңа белестерге көтеруді мақсат тұтатын принциптерге негізделген. Дәстүрлі оқыту жаттауға, есте сақтауға, ал дамыта оқыту дербес жұмыс жүргізуге, дербес жұмыс істеуге, алған білімді пайдалана білуге үйретеді. Дамыта оқытуды 1950 жылдың аяғынан бастап Занков және Елконин 1904 жыл 1980 жылға өмір сүрген зерттей бастаған. Дамыта оқыту оқушыны оқу пәндерін оқып үйренуден теориялық ойды дамытатын оқу іс-әрекетіне көшірілді. Елконин Дамытовтың айтуы бойынша, ол оқушыны жан-жақты дамыту міндетін қояды. Занковтың айтуы бойынша. Занков жүйесінің басты міндеті баланың жалпы психикасын дамыту еді. Оған нақыл, ой, ерік, жігер, сезімді, осыларды дамыту білім, іскерлік дағдыларды түсініп, есте сақтаудың сенімді негізі деп саналады. Оның түсінігінде бала өзінің қызығатын нәрсесі, талап тілегі бар. Мектепке тек білім алу үшін ғана емес, бақытты өмір сүру үшін келетін жеке тұлға. Олай болса, мақсат баланың барлық адамдық қасиеттерін дамыту. Ең маңыздысы бала бойындағы жағымды сезімдер жоғалтып алмау. Сондықтан дамыта оқытуды қолданған мұғалім оқушыдан бағдарламадан тыс оқыған кітабынан түсінгенін сұрайды. Себебі Занков түсінігінде бала өзінің білетінін басқаларға жеткізіп үйретіп отырады. Занков жүйесіне бастауыштағы білім мазмұны бай. Ғылым, әдебиет, өнер туындылардан білім беріледі. Оқу жоспарында география, жаратылыстану бар, орыс тілі, оқу кітабы, математика, еңбек, эстетикалық бағыттағы пәндердің мазмұны толықтырылған. Оқушыларды дамытатын дұрыс жазуға дағдыландыру, санау, оқу, бейнелеу өнері, өнер шығармаларымен жұмыс, қолмен жұмыс істеуге үйрену. Занков жүйесінде экскурсия кезінде алынатын білімнің үлес салмағы көп. Бала сабақта өзінің өмірден көрген білгендерін айтып, оны жолдастарымен бірге талқылап отырады. Қарапайым, қарама-қайшы білімдер, ойларды дамытады. Мұғалімнің жұмыс стилі сыныптағы нақты жағдайға байланысты өзгертіледі. Мұғалімнің сұрағы мен тапсырмалары бір жақта жауаппен шектелмей, оқушыны өз көзқарасымен айтуға, өз бағасын беруге итермелейді. Яғни оқушы өзін-өзі оқытады, өзін оқыту арқылы басқа топты да қайтып отырады, оқытып отырады деген сөз. Занков жүйесінде оқытуды ұйымдастырудың жетекші нысаны сабақ. Тек сабақтың дәстүрлі құрымы өзгеріледі. Сабақ оқушылардың түсінігіне қиын болып келеді. Осыған сәйкес сабақ жаңа материалды оқудан басталуы мүмкін. Дәстүрлі оқытуда уақыттың көбінде мұғалім сөйлейді. Дәстүрлі оқытуда негізі мұғалім
оқулық оқушы болды. Ал енді бүгінгі дамыта оқыту жалпы жаңа технология үрдісінде жаңағы ең бірінші басты тұлға оқушы, оқулық, мұғалім. Оқушы оқушылыққа сүйене отырып, қосалқы материалдарға сүйене отырып, білімді өзінен өзі қабылдап, өзі дайындап, ең соңында оқытушыға, мұғалімге жеткізеді. Осыған сәйкес сабақ жаңа материалды оқудан басталуы мүмкін. Дамыта оқуда мұғалім баланың өз ойын, өз бақылауларын, танымын айтуына жағдай жасайды. Сыныптағы тәртіп ұғымды өзгереді. Оқушылар жұмыс барысында шулайды, күледі, бір-бірімен, яғни еркін түрде жаңағы аралас құраласын жасап отырады. Дамыта оқытудың Занков жасаған жүйесінің ерекшеліктері: бірінші, оқыту мазмұнындағы өзгешеліктер. Екінші, мақсаттағы айырмашылықтар. Үшінші, дидактикалық принциптердегі өзгешеліктер. Төртінші, әдіс тәсілдерге өзгешеліктер. Оқытудағы өзгеше ұйымдастыру, мұғалім еңбегінің нәтижелігін анықтаудың жаңа көрсеткіштері. Мысалы, дәстүрлі оқыту сабақтағы сұрақ-жауап, әңгімелесу әдістері балалардан таныс нәрсені сұрап білуге негізделген. Бір ғана жауап бар сұраққа жауап та тек бір сөзді қосып қайта айтып берумен қайталанады. Яғни, мысалы, былай, біз мұғалім негізі бұрын дәстүрлі оқытуда сабақты мұғалім бастайды да, оқулыққа сүйене отырып, мәтінді оқып, мазмұнын айтып береді. Сол мазмұн бойынша мұғалім сұрақ қояды, сол сұраққа оқушы да жауап беретін. Ал мынада керісінше, дамыта оқыту жүйесіндегі қойылатын сұрақтар проблемалы болып келеді. Ойлауды, пайымдауды қажет ететіндей етіп беріледі. Оқушы да ол сұраққа өз ойын, өз пікірін білдіре жауап беруге дағдыланады. Жауаптың бірнеше варианттары болуы мүмкін, яғни болуы да мүмкін. Мысалы, әңгіменің кейіпкерлері туралы не айта аласың? Не болмаса деген сұрақ қоятын болсақ, оқушы кейіпкерлер туралы оқушылар өз ойын сараптап отырып айтады. Мысалы, жағымды, жағымсыз кейіпкерлер, мынау жағымды деп айтамыз, жағымсыз кейіпкерлер. Сонда балаларға, яғни неге жағымсыз деп ойлайсың? Оны балалар жағымсыз кейіпкер екендігін және өзі еркін түрде қайталады, дәлелдеп айта береді. Яғни осы балаларға еркіндік, өзі ойын жеткілікті түрде қайталады, жеткізе алады. Оқу әрекетте білім, білік алуға бағытталған әрекетті айту қабылданған. Ол өз бетінше де, мұғалім жетекшілігінде жүзеге асады. Әрекеттің ішкі құрылымына енетін бұл компоненттер былайша сипатталады. Дамыта оқуда баланың ізденушілік, ойлау әрекетін ұйымдастыру басты назарда ұсталады. Ол үшін бала өзі білетін амалдарының, білімдерінің, тәжірибелерінің, тәсілдерінің жаңа мәселені шешуге жеткіліксіз екенін сезінетін жағдайға түсуі керек. Содан барып оның білім алуға деген ынта ықыласы артады. Білім алуға әрекеттенеді. Сабақта мұндай жағдайда төмендегідей 3 құрамдас бөліктерден тұратын болады. Бірінші, оқу мақсаттарының қойылуы. Екінші, оны шешудің жолын бірлесе қарастыру. Үшінші, шешімнің дұрыстығын дәлелдеу. Дамыта оқыту жүйесінде оқушылардың ойларын жетілдірудің маңызы зор. Әрекет етіп, біріншіден, дамыта оқыту білім даяр күйінде берілмейді. Оған оқушы өз оқуы арқылы қол жеткізеді. Өзін өзі оқытады. Сабақтың алғашы ізденіс кезеңінде жаңа ақпарат жайлы не білетінін салып, мәселені өз беттерін шешуге талпынады. Сөйтіп олар осы мәселе туралы өз білімдерінің жеткіліксіз, таяз екенін сезіну арқылы сабаққа деген қызығушылықтар оянады. Ішкі түрткілері пайда болады. Екіншіден, ұғым қалыптасады. Дамыта оқытуда оқушы жоғарғы қиындықтағы мәселелерді шеше отырып, өзінің санасының саңылауларын ашады. Әр оқушының өзінің деңгейіне дейін дамуға қол жеткізе алады. Жақсы оқушы, жаман оқушы ұғымының болмауы балалар танымдық әрекеттерге ұмтылдырады, құштарлығын арттырады. Яғни біз дәстүрлі оқытуда дайындалып келген белгілі балалардан ғана сабақ сұрап, солармен сабақты аяқтайтынбыз. Ал бұнда дамыта оқуда олай емес. Сыныптағы барлық оқушылар бір адамдай қайтеді, сабаққа қатысады. Оқу әдістері. Үшіншіден, оқушының жеке басын дамытатын басты құрал. Ол өзінің әрекеті. Сол себепті дамыта оқытудағы оқыту әдістері оқушыны белсенді жұмыс жағдайына қоя отырып, мәселелерді, қайшылықтарды шешу мақсатын қояды. Объект қарастыратын.
Яғни бұл төртіншіден дамыта оқыту жүйесінің нәтижелі болуы оқушы мен мұғалім арасындағы жаңаша қарым-қатынасы арқасында ғана өз жемісін береді. Сол себепті дәстүрлі жүйедегі әміршілдік стиль бұл жерде тиімсіз. Оқушы орындаушы мұғалімнің қарамағындағы объект емес. Дамыта оқыту мұғалімнің басты міндеті оқу материалын оқушыға дайын күйінде көрсету емес. Оқушымен бірлесіп, жалпы іс әрекетті ұйымдастыра отырып, алға қойған міндеттерді түсіндіру, оларды шешудің тәсілдерін, жолдарын іздестіру арқылы өз іс тәжірибесіне қалай қолданғандығын көрсетеді. Оқу әрекетін қалыптастыру айналадағы дүниемен белсенді әрекеттестік, этикалық, эстетикалық қарым-қатынасқа дайындау, дара тұлғалық адамгершілік нормаларды меңгеру. Екінші, оқу барысында баланың бойындағы дамуды қалыптастыруды дағдыландыру. Үшінші, оқу мен тілдің арасындағы байланысқа аса көңіл бөлу. Төртінші, сөздік қоры мен тілдің арасындағы байланыстыққа аса көңіл бөлу. Бесінші, оқушының сезіміне әсер ету, логикалық сыни ойлауын дамыту. Алтыншы, жалпы оқушының жан дүниесін дамыту. Жалпы енді қорытындылай келетін болсақ, дамыта оқытудың дәстүрлі оқытудың қандай айырмашылығы бар? Яғни дамыта оқытудың дәстүрлі оқытудың айырмашылығы көздеген мақсатында, мәнінде, мазмұнында, дамытудың негізгі факторында, мұғалімнің рөлі мен атқаратын қызметінде, әдіс тәсілдерінде, оқушының білім алу белсенділігінің түрінде, оқыту үрдісі мүшелерінің әрекеттестік, яғни бір-бірімен қарым-қатынас ерекшеліктерінде, олардың қарым-қатынас сипатында, танып білу үрдісін ұйымдастыру түрлерінде көрінеді. Дамыта оқыту технологиясы дәстүрлі оқыту технологиясымен салыстыра қарайтын болсақ, дәстүрлі оқыту технологиясы дәстүрлі оқыту әдістемесі негізінде метафизикалық, сандық, мазмұндық әдіснама пайдаланса, ал дамыта оқыту технологиясында негізінде дидактикалық, интенсивті, сапалық, мәнділік әдіснамасы жатыр деп айтуға болады. Дамыта оқытудың маңыздылығы жеке тұлғаның шығармашылық пен еркін айналысуына, ізденуіне, жан-жақты дамуына жағдай жасауда. Дамыта оқытудың тиімділігі оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру, яғни ақыл-ойы мен өзіндік тұжырым арқылы ғана жаңа тақырып саналы түрде меңгеру дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Дәстүрлі және дамыта оқыту жүйелерінің негізгі белгілерінің салыстырмалы сипаттамасы, яғни педагогикалық процесінің компоненттері дәстүрлі иллюстрациялық түсіндірме әдісі болса, дамыта оқыту мақсаты оқушылардың білім білік дағды қалыптастыру, бастапқы мазмұны, факторлар, мысалдар, тақырыптар, дәлелдер, оқытудың формалары жеке топтық фронтальды, оқыту әдістері ауызша түсіндіру, көрнекілік, практикалық, бақылау, бағалау. Бұл дәстүрлі оқытуда. Ал дамыта оқытуда мақсаты байқамбаздылығын, ойлауын, практикалық әрекетін дамыту, негізгі бастапқы мазмұны заңдылықтарды, теориялы ұғымдарды, ережелерді қорыту, оқытудың формалары бірлескен ұжымдық іс-әрекет арқылы жүзеге асады. Оқыту әдістері проблемалық, сұрақтар арқылы, баяндау арқылы, ізденушілік, зерттеушілік, ойлау әдістері арқылы жүзеге асады. Бағалау, өзін-өзі бағалау, рефлексия арқылы жүзеге асырылады. Оқушылардың құзыреттілігін қалыптастыру дамыта оқыту технологиясын қолданыс табуын төмендегідей тұрғыда көрсетуге болады. Бірінші, табыс ситуациясын тудыру кезеңінде оқушылар өз жетістіктеріне көз жеткізеді. Яғни білетіндері сараланады. Осы кезде оқушылардың ақпараттық, коммуникативтік құзыреттілігін дамыту көрініс береді. Екінші, интеллектуалдық шиеленіс кезеңінде оқушылардың ізденіс зерттеу әрекеттерін ұйымдастыруда салыстырмалы топтардың жауаптары тыңдалып, шешімдері тыңдалады. Осылайша сабақ мақсатын оқушылар өздері айтады. Бұл кезеңде оқушылар алдарына қойған проблемаларды анықтап, топтың шешімі арқылы мақсат қояды. Яғни проблеманы шешу құзыреттіліктері қалыптасады. Үшінші, оқу міндетін қою кезеңде жеткіліксіз білімдерін өздері толықтырады, меңгереді, оқулықтан тиісті ақпаратты тауып, қажеттілігін өздері тауып, сол арқылы білімін толықтырады. Төртінші, оқу міндетін шешу амалдарын іздестіруде практикалық жұмыстарды толып өздері орындайды, қиындықтарды анықтап, шешімін табады.
Қорытынды 5-ші рефлексия кезеңде әр оқушы өз түсінігіне талдау жасап, өмірде қолдану аясын айтады. Дамыту технологиясының тәсілдері: оқушының қиялын дамыту, қызықтыру, 5 жолды өлең, жатқа жазу, дидактикалық ойын, екеуара диктант, 1-2 ринг сабағы, болжау кестесі, өз бетімен жұмыс, Вен диаграммасы түртіп алу деген сияқты жаңағы осы технологияның түрлерін, тәсілдерін пайдалануға болады. Әдіс түрлеріне: миға шабуылды әдіс, шаттық шеңберін сергіту сәтті, ақылдың алты ойлау қалпағы, гүл мен тілек сергіту және топқа біріктіру, сұраққа жетіп ал әдісі, галереяны шарлау әдісі, биопоэма әдісі, менің есімнің тарихы әдісі, жиксо әдісі, инсерт әдісі, кластер әдісі, өрмекші әдісі, постер, үштік әдіс, ойлан, жұптас бөлу, эссе немесе еркін әңгімелеу әдісі деген сияқты әдістерді пайдалануға болады. Қорытынды жасай отырып, жаңа педагогикалық технологиялық сабақты қолданып тиімді жақтарын көрсетуге болады. Бұнда бірінші оқушының өзіндік тұлғасын дамыту, жолдасы қарым-қатынасқа тәрбиелейді, пәнге деген қызығушылығын арттырады, ағылшын жазбаша тілін дамытады, оқушылардың оқу деңгейі, яғни төмен деңгейді оқушылар өз білімін көтеруге мүмкіндік туғызады, оқушылар өз ойын ашық айта біледі, оқушылар оқу процесіне бөлінген уақытты өздері орындай біледі. Бұл технологияның қорыта келсек тиімділігі: біріккен іс-әрекет ұйымдастыра отырып, оқушының сын тұрғысынан ойлау технологиясының дағдысын қалыптастыру болып табылады. Осымен сабағымыз, құрметті студенттер, аяқталды. Қош сау болыңыздар.